Бәріне сәлем, менің атым Мейрамгүл. Бүгін сіздерге Canva программасы арқылы карточка жасауды үйретемін. Canva дегеніміз графикалық дизайн программасы. Егер сіздер профессионалды графикалық дизайн программасын білмесеңіздер, Canva программасы сіздерге арналған. Canva-ны бір сағат ішінде алуға болады. Кішкене білсеңіздер. Егер де сіздер саудада бизнес бастағыңыз келсе, реклама жасасаңыздар, карточка жасасаңыздар, осы Canva арқылы жасасаңыздар болады. Дизайнерге ақша төлемей-ақ осы Canva программасын үйреніп, карточка жасауға болады. Карточка создавать етпестен бұрын Canva программасына регистрация жасауды ұмытпаймыз. Регистрация жасаған кезде ғана сіздер өздеріңізге скачать ете аласыздар жасаған документтеріңізді, презентацияларыңыз, карточкаларыңызды. Карточканың размері 900, ширина, биіктігі 1300 пиксельді таңдауды ұмытпаңыздар. Осылай жаңа карточканы біз сіздермен жасап үйрендік. Енді жаңа карточканы қалай жасағанды біз үйрендік. Енді өзімнің бұрынғы карточка жасағанмен жалғастырайын. Сіздер де өздеріңіз карточка жасап үйренсеңіздер, сол карточканы жалғастырып жасай берсеңіздер болады. Біріншіден, карточка жасамас. Сіздер қандай товарға карточка жасау керек екенін білу керексіздер. Фотосы керек, мағлұмат керек, сурет қоям десеңіздер, интернеттен, Google'дан суретті тауып алу керек. Соның бәрін керек, жазулар бәрін дайындап алғаннан кейін, осылай екінші страницаны қосып, арқарай жасай берсеңіздер болады. Мен осы жерде бутылка для спорта дейді, сол үшін спортқа арналған фотолар, енді қыздың фотосын, жүгіріп бара жатқан қыздың фотосын таңдаған болатын. Өздеріңізде осылай Google Chrome'нан фотоны жүктеп алсаңыздар болады. Менде енді загрузкада уже осы фото бар, сол үшін өзімізге ыңғайлы қылып, осы бір парақты, бір бетті карточканы екіге бөлдім. Жоғары жағында осындай қыздың суреті деп өзімізге жасап алсаңыздар болады. Қиятын жерін қиып, жерін үлкейтіп жасасаңыздар болады. Енді өздеріңізде дайын фото болса, загрузить файл деп, осы Canva-ның ішіне загрузка жасасаңыздар болады. Тексті бөлек добавить заголовок таңдасаңыздар болады. Өзіңізге керекті шрифті таңдасаңыздар болады. Мен енді шрифт осындай керектеріңізді көріп отырған шрифтті таңдадым. Одан да басқа шрифттар, әдемі шрифттар өте көп. Үлкейтіп, шетінен ақырындап тартсаңыздар, үлкейеді, кішірейеді. Полностью размерін өзгертуге болады. Жирныйларды болады, оңға, солға, кішкене курсив ретінде қойсаңыздар да болады. Бұл енді карточка өздеріңіздің фантазияларыңызға, дизайнға байланысты, әркімнің енді дизайнына байланысты. Енді өзімізге осындай 4 бұрыш керекті фигураны, линия фигуры, элемент ішінде линия фигуры, сол фигураның ішінен осындай 4 бұрышты таңдаймыз. 4 бұрыштың формасы өздеріңізге ыңғайлыға осылай жасап алсаңыздар болды. Осылай шетінен ақырындап тартып, фактически өздеріңіз линейка шығып тұр шетінде. Сол линейкамен ақырындап уже дұрыстасаңыздар болады. Бізде қоңыр түс болып тұр. Мен өзім түстерім осылай көк түсті осылай белгілеп алсаңыздар да болады. Енді пипеткамен де қолдансаңыздар да болады.
ішіне керекті сөзді бөлек осылай альтпен басып стереоға апарсаңыздар, бұл копировать етіп қоясыздар. Немесе бір рет басып копировать деп те басуға. Енді 2-3 түрлері бар копировать етудің де. Енді кішкентай шрифті кішірейтіп для воды деп жазсақ болады. Енді кішкене масштабын үлейік, өзімізге де көрінетіндей, ыңғайлы жұмыс жасайтындай осылай ортасына қойсаңыздар болады. Осы видеомызда ары қарай таңдап алынған товардың артқы фонын қандай программада тез және оңай алып тастауға болатынын көрсетеміз сіздерге. Галочка сияқты иконка қай сайттан скачать етіп алуға болатынын сіздерге көрсетемін.
осындай әдемі карточка жасап шықтық. Карточканы өзіміздің ноутбукқа немесе галереяға сақтау үшін JPEG форматта сақтау керекпіз. Басқа да форматта сақтауға болады. Ол туралы келесі сабақта сіздерге толығырақ айтып түсіндіремін. Екінші страницаны таңдаймыз. Бірінші страница керек емес. Екінші страницаға галочка қойып, скачать кнопкасын басамыз. Алдарыңызда өзіміз жасағандай карточкамыз дайын. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Бай, қуатты болайық. Каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз.